Саламатсыздар қыздар жігіттер, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып өкпені қалай тазалаймыз, өкпені қалай қорғаймыз мүмкіндігінше, и өкпеге әсер ететін зиянды факторлар және NL компаниясының Prada шайы бізге қалай көмектеседі осы жағдайда. Сол жайлы бір-екі ауыз сөз айта кетейік. Сонымен өкпе бұл парный орган, білесіздер, бұл оттегі, атмосферадағы оттегіні қанға жеткізіп, бүкіл организмді қанмен қамтамасыз ететін мына тыныс алу жүйесіне кіретін органдардың бірі. Сонымен сыртқа қандай факторлар бізге зиянды факторлар бар? Бұл біріншіден темекіні шегу, темекінің құрамында 300-ге жуық зиянды заттар бар, оны білесіздер. Машинадан шығатын түтіндер, заводтан шығатын түтіндер, неше түрлі химикаттар бар жерде жұмыс істейтін, сол жерде шығатын неше түрлі химиялық бөлшектер ауада жүретін. Бактериялар, неше түрлі вирусный инфекциялар, солардың бәрі өкпені зақымдайды. Енді осы өкпені зақымдау арқылы неше түрлі аурулар пайда болады бізде, қабыну процестер жүреді өкпеде. Сол енді осы жағдайларда біз Prada шайын қалай қолданамыз? Біріншіден Prada шайының составын көрейік. Бұл составында корень солодки бар. Корень солодки ол бұрыннан өте ертеден қолданып келе жатыр. Халық медицинасында Қытай, Индия, тағы басқа халық медицинасында қолданады. Бұның негізгі бір қасиеті солодканың, корень солодки. Бұл противовоспалительный эффектісі бар. Именно қабыну процесін тоқтатады. Бұл кәдімгі біздің ішіп жүрген аспирин, терафлю, парацетамолдың құрамындағы бар зат сияқты. Бұл НПВС, нестероидный противовоспалительный препарат дейді. Солар сияқты бұл ісіктікті қайтарады. Но бірақ оларға қарағанда бұл асқазандың ішектегі ойық жараныға кезінде қолдануға болады. Обострение емес кезінде. Бұл жұмсақ әсер етеді. Екінші антиоксидантный қасиеті бар. Антиоксидантный деген өткен жолы айттым, бізде свободный радикалы деген бар. Ол свободный радикал организмді тез қартаюына, клеткалардың и ткандердің зақымдалуына сондай бір әсері бар, жақсы емес заттар. Сол корень солодки, сол антиоксидантный қасиеті бар, солар тоқтатады. Одан кейін иммунитетті жақсы көтереді. Бұл жерде антитела деген заттар бар, соның санын көбейтеді. Ол бізге жаңа микробтармен күресуге көмектесетін зат. Екіншіден мына клеткадағы фагоцитоз деген бар. Мынау кәдімгі келеді, клетка жаңағы сондай бір арнайы клеткалар бар, сол жаңа микробтарды, вирустарды келіп жеп қояды. Сол фагоцитозды күшейтеді. Сонымен қатар ол противовирусный эффектісі бар. Осындай коронавирусты осындай жағдай және басқа ағзалардың ауруларынан қолданады, но бірақ бүгінгі біздің тақырыбымыз өкпе болған екен, сол осы өкпеге қалай әсер етеді. Екіншісі тағы да бір зат бар, бұның құрамында бізде душистый перец деген. Душистый перец бұл обезболивающий, для повышения потенции, антиоксидантный. Одан кейін самый главный отхаркивающий, өкпедегі тұрып қалған қақырықтарды, өкпедегі тұрып қалған зиянды заттарды өкпеден шығаруға көмектеседі. Тағы да бір жағдай, бұл апельсиннің қабығы. Апельсиннің қабығында өте көп витаминдер бар, но бірақ бұл жерде қолданатын, бұл именно осы травяной сборда қолданатын себебі, бұл антигистаминовый препарат ретінде қолданады. Бұл аллергияға қарсы препарат ретінде қолданады. Білесіздер, қатты жөтелген кезде докторлар бізге жаңағыдай аллергияға қарсы дәрілер беріп жатады, чтобы кашльді азайту үшін, раздражениені басу үшін. Бірақ олардың кішкене ұйықтататын әсері бар, мынау апельсиннің қабығында ондай қасиет жоқ, сондықтан как антигистаминовый препарат ретінде бір жерге қосылған. Екіншісі гвоздика. Гвоздика мына бутоны, гвоздиканы қосқан себебі бұл жерде өте көп витаминдер бар. Витамин А бар, С бар, ботовының витаминдері бар. Сонымен қоса бұл жерде калий, кальций, натрий, магний, темір, марганец, сол сияқты минералдар бар. Сонымен қатар бірде полиненасыщенный жирный кислота омега-3 пен омега-6 бар бұл жерде. Бұл өте көп антигельминтный, противогрибковый, бактерицидный, тағы обезболивающий эффектілері бар, но сондықтан бұл жерде бұл сборға как антибактериальный препарат шөп ретінде қосылған. Осындай шөптердің жиынтығы бұл жерде бар, сондықтан қай кезде біз қолданамыз. Показаниясы қандай? Бұл грипп, острый респираторный заболевание, ОРЗ, ОРВИ, одан кейін бронхиттерде, пневмонияда, коклюш, туберкулезді қолданады, плевритті қолданады, қатты температура көтеріліп, ауру енді басталып келе жатқан кезде, сол кезде қолданады. Біріншіден бұл жаңа айтылған қақырықты шығарады, өкпені тазалайды, одан кейін жаңа противовирусный, противомикробный эффектісі бар. Сондықтан бұл табиғи антибиотик болып табылады.
Енді қандай қарсы көрсеткіштер бар? Қарсы көрсеткіштер бұл беременность. Екіқабат кезде болмайды, өйткені мына солодка матканың тонусын көтереді, поэтому выкидыш болуы мүмкін. Бұл тек қана жаңағыдай Индияда халық медицинасында мына матканың тонусын көтеру үшін после родов қолданады, болмаса босанамай жатқан кезде слабосродовой деятельность сол кезде қолданады, но бірақ бізде ондай жағдайда берудің қажеті жоқ, өйткені басқа эффективный препараттар бар. Екіншіде қан тамыр жүрек қан тамыр ауруларында, атеросклерозда, одан кейін тағы да басқа сол сияқты тяжелое состояние. Ондай бізде пациенттер жоқ, ондай жағдайда біз оларға бермейміз так. Екінші жағдай, бізде мынау асқазан ойық жарасы, ішек ойық жарасы стадия обострения беруге болмайды. Тағы да ең бір басты жағдай бұл аллергический реакция болатын болса, именно осы шөптердің біреуіне аллергиялық реакция болатын болса, сол кезде біз бермейміз. Осындай қысқаша айтқан кезде, егер толығырақ білгілеріңіз келсе, комментарийға жазыңыздар. Мен барлығын айттым деп ойлаймын, қысқа қылып. Мен басқа да NL компаниясының Donna Bella Gentleman тағы басқа шәйлер жазылған YouTube'да бағдарлама бар, ссылкасын тастап кетем. Соны көрсеңіздер болады. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, подписаться етсеңіздер, ол сіздерге мен тағы да біраз NL компаниясының шәйлер жайлы информация беретін ойым бар, құдай қаласа, соларды сіздерге тарап көріп тыңдауға мүмкіндік береді, сіздерге мүмкіндіктеріңіз болады. Жақсы, сау болыңыздар, үлкен рахмет тыңдағандарыңызға.